Амазонканың қорқынышы, Титанобоа. Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Бүгін біз планетамызды мекендеген ең ғажайып жаратылыстардың бірімен кездесу үшін өткенге таңғажайып саяхатымызды жалғастырамыз. Тропиканың қойнауында 58 миллионнан астам жыл бұрын оның жолына қадам басқандардың барлығына үрей тудырған тіршілік иесі болған. Бүгін біз өзінің көлемі мен күшімен таң қалдыратын аты аңызға айналған тіршілік иесімен кездесеміз. Ендеше таныс болыңыздар. Жыландар патшасы Титаноба. Динозаврлар жойылғаннан кейін жерде тіршілік қайта пайда болу үшін миллиондаған жылдар қажет болды. Палеоцен дәуірінде пайда болған Титаноба динозаврлар және теңіз бауырымен жорғалаушылардан босаған экологиялық тауашаларды қалпына келтірген алғашқы алып жорғалаушылардың бірі болды. Титаноба шамамен 58-60 миллион жыл бұрын палеоцен дәуірінде өмір сүрген жылан. Ол жер бетінде өмір сүрген ең үлкен жыландардың бірі болды. Оның ұзындығы шамамен 12-13 метрді құрады, ал салмағы 1 тоннаға жетті. Егер Титанобаны қазіргі алып жылан анакондамен салыстыратын болсақ, онда бұл құбыжық 2 есе ұзын және 4 есе ауыр болған. Титанобаның денесінің ең қалың бөлігінің диаметрі 1 метрге дейін жеткен. Бұл алып құбыжық олжасын тұншығып қалғанша қысып, қазіргі анаконда сияқты аң аулады деп болжауға болады. Шындығында Титаноба өз олжасына әсерлі түрде шабуыл жасады. Ол ішінара судың түбіне батып, содан кейін олжасы белгілі қашықтықта болған кезде алып жылан кенеттен атылып, үлкен жақтарымен аяусыз өз олжасын ұстап алған. Титанобо ірі сүтқоректілер, тасбақалар мен қолтырауындар сияқты жануарлармен қоректенді, оның ектері жемтігін тас жұтып қоятындай кең болды. Оңтүстік Америка астероид құлауының нәтижесінде орын алған климаттық өзгерістерден тез қалпына келді. Палеоцен дәуірінде қазіргі Перу мен Колумбияда Титаноба сияқты суық қанды бауырмен жорғалаушылар үшін өте қолайлы ылғалдылығы жоғары және орташа ауа температурасы бар тропикалық климат болды. Титаноба шамамен 10 миллион жыл өмір сүрді. Содан кейін экожүйенің немесе климаттың өзгеруіне байланысты жойылды. 2012 жылдың наурыз айында Смитсон институты 14 метрлік Титаноба үлгісін әлемдегі ең үлкен және ең көп жүретін теміржол вокзалында, ақш-тың Нью-Йорк қаласында орналасқан Гранд орталық станциясында орнатты.